2013 жылы Қазақстанда 7165 экономикалық қылмыс тіркелген. Оның 83%-ын қаржы полициясы органдары, ал 712 қылмысты ішкі істер органдары анықтады. Бұдан келген шығын 220,9 миллиард теңгеге жеткен. Алайда оның 102,9 миллиард теңгесінің орны толтырылған. Бұл туралы бүгін бас прокурор Асхат Дауылбаевтың төрағалық етуімен өткен кеңесте айтылды. Отырыста өткен жылға мемлекеттік органдардың экономикалық қылмыстармен жүргізген күресінің тиімділігі мен заңдылығы талқыланды. Жиында қаржы мониторингі комитетінің күдікті мәміле және қаржы операциялары туралы материалдарды жинақтау бойынша жұмыс тиімділігінің төмендігі мен валютаны шетелден қайтаруды қамтамасыз ету жұмысының лайықсыздығы айтылды. Работа полномочных органов. Шетелдегі отандық қаражаттарды қайтаруға құзырлы органдардың жұмысы тиісті деңгейде ұйымдастырылмаған. 2013 жылы Қазақстанға шетелден 200 миллион доллар қайтпай қалды. Халықаралық сарапшылардың пікірінше соңғы 10 жылда Қазақстаннан сыртқа 140 миллиард доллар шығарылған. Ал жеке тұлғалар жыл сайын шамамен 1 триллион 500 миллиард теңгені шекара асырады.